Сол жаңа айтқан 8 мен 9-ның арасындағы уақыт әмме тағдырын шешіп тастайды. Бірақ 8 мен 9-ның арасында мәжбүрмен шоумен болуға. Дастархан дегенді гүл жайнатып жібереді ғой біздің халық деген. Ол құстың үстен бар екен да ол жерде. Дейді бұл өтіп кете береді. Ең көп сатқаным 400 баклаш қатық сатып көрдім. Спарктың артына қатық шығарып қоятын да қатық деп бағып тұрмайды ма адамдар болса. Қатық сатқаныма қатты қуанамын. Кібірім сындырып берді қатық. Жылтыр көйлекке 70 000 теңге алдым. Сұлтан сарайда болды. Менің личный мен көрген тойым. Где-то 350 миллиондай пул шығарған. iPhone телефон қояды да подарок екені 14-15 миллион оқны. Сен какой-то 1 миллион тамақ алып қаласың ананың қасында, не? Бір адам айтпайды, мынаның тойында деген 86 гелик болды, мынаның тойында 134 мерс болды демейді ғой ешкім. Олар қызған емес адамдарға. Сен адамдарға не қызық? Барып сенің тойыңнан минус табу қызық. Жинап тастаған деген болам дұрыс шығар. Неге? Ішуге стакан таппай қалады да олар не? Сөйтіп стакан іздеп. Мынадан көрдім ғой мен стакан іздеп жүрген адам. Короче, байымдап кінәсіп. Ұстаз шәкірт болу керек. Білмеймін, біреу жаңағыдай тойға барады да қарайды да, мынаны менен келістіремін ғой мынаны дейді да. Барады да микрофонды алады, ортаға барады, ассалаумағалейкум деп отырған уақытта бір-екі сөз еріп кетеді, ендігі тойда шөгіместіріп жіберемін, соны дейді да. Соны ата-анасына тілек береді, ортада играны ұрады, кештік ізінде кәміз болсы келінге вальс береді, болды, сонымен қайта береді. Сонымен таң адаман деп ойлайды да, ол емес қой таң адамшылық деген. Той квен емес. Квен басқа, той басқа.